Қала көшелерінде 16 желтоқсанның лебі сезілмегенімен жаңа жылдық шыршаларды әр шаршы метрден байқаймыз. Тәуелсіздік күні қарсаңында мерекенің көлеңкелі тұста қалып қоюы жыл сайын пікірталас тудыратын құбылыс. Bir тарап ұлттық мерекенің салмағы жеңілдеп бара жатыр десе, енді бірі бұл жағдайды қалыпты қабылдайды. Еліміздің бас қаласы жаңа жылға дайындықты тиімді жолмен бастады. Былтыр мерекелік безендіруге 696 миллион теңге жұмсалса, биыл бұл шығын 365 миллионға дейін қысқартылды. Әкімдік бұрын сатып алынған безендіру нышандарын қайта пайдаланып, қаржыны 6 ауданға нақты жоспармен бөлді. Қымбат декорацияның орнына тұрғындарға арналған тегін мұз айдыны ашылып, шығынның бір бөлігі демеушілер есебінен жабылды. Ал тәуелсіздік күніне арналған қаржы негізінен ресми және мазмұндық шараларға бағытталады. Әрбір ұлт үшін, әрбір мемлекет үшін тәуелсіздік күні ол ең қастерлі мерекелердің бірі болуы керек. 16 желтоқсанға дейін шыршаларды безендіруге қатысты талапты күшейту керек деген пікірге мен өзім жеке басым қосыламын. Темірхан Әшімұлы Астанадағы бір шағын маркеттің иесі. Ол өз дүкенін тәуелсіздік күніне орай 2000 ту бейнесіндегі шар және 400-ден аса жалаумен безендірген. Бұл көрініс әлеуметтік желіде лезде тарап, белгілі әзілкеш Нұрлан Қоянбаев өз парақшасында дүкенге барып сауда жасайық деп қолдау білдірген. Маған ой туындайды ғой. Неге біз осы өзіміздің тәуелсіздік күнімізде 16 желтоқсанды неге бір керемет әсер қалдыратындай, кейінгі ұрпақтарға өнеге болатындай қылып, неге істемеске деп. Солай ой туындады да 3 желтоқсан күні өзімді жинақтап, өзім бастаймын дедім. Өмірде әртүрлі көзқарас, сан алуан пікір бар. Қандай мерекені тойласақ та, ол безендірулермен өлшенбейтіні анық. Ең бастысы жүректегі патриоттық рух пен көңіліміздегі жаңа жылдық леп өшпесе болғаны.